Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев алдымызға 2029 жылға қарай Қазақстан экономикасын 2 есеге арттыру секілді өршіл мақсат қойып отыр. 2024 жылға қорытынды бойынша жалпы ішкі өнім көлемі бойынша нысаналы көрсеткішке қол жеткізілді. Бұл бағыттағы жұмыс әсіресе инвестицияны ынталандыру, өнімділікті арттыру және экономиканың шикізатқа жатпайтын секторын кеңейту есебінен жалғасуда. Осы жылғы қаңтар-шілденің қорытындысы бойынша экономикалық өсім 6,3%-қа жетті. Нақты сектордағы өсім 8,3% құрады. Қызметтер өндірісі 5,2%-қа өсті. Негізгі драйверлер көлік 22,5%, құрылыс 18,5% және сауда 8,6%. Тау-кен өнеркәсібінде өсу жалғасып 8,5%, өңдеу секторы жандарында 6,1%.